Мен Бекежанова Айзере Боржанқызы Балықтыкөл негізгі орта мектебінде 6 сыныпта оқимын. Жасым 12-де. Мен бүгін менің отбасымнан тарихы атты байқаудың бір ғана бағытын ала отырып, өлкенің шежірелі тарихы туралы айта кетейін. Менің өлкем Балықтыкөл ауылы. Байқаудың мақсаты өз өлкенің тарихи шежіресін, мәдени құндылықтарын, салт-дәстүрі мен елге еңбегі сіңген тұлғаларын зерттеу арқылы өлкелер ұрпаққа туған жердің тарихын насихаттау және патриоттық сезім қалыптастыру. Туған жер адам жүрегінің төрінен орын алатын ең қастерлі мекен. Әрбір тау-тасы, өзені мен даласы бал күндерге куә. Мен үшін сондай қымбат мекен Қарағанды облысы Нұра ауданындағы Балықтыкөл ауылы. Бұл ауыл үстінен қарағанда алақандай болғанымен ауылымыз тарихы терең, табиғаты көркем, елге еңбегі сіңген азаматтар мекені. Балықтыкөл қазақ тілінде балық женеті сөз тіркесі көл. Балықтыкөл ауылы атауын маңындағы көлден алған. Ертеректе бұл көлде балық мол болғандықтан жергілікті халық оны Балықтыкөл деп атап кеткен. Ауыл орналасқан мекеннің айналасында көлдер мен тоғандардан басқа ештеңе болмаған. Шіркін, қазақтың байтақты құнарлы даласына не жетсін. Табиғаты шұрайлы, жері құнарлы, суы мол, шөбі шүйгін. Бұл өңірде ертеден ақ мал шаруашылығы дамыған. Көп жағасындағы жайылымдар төрт түлікке қолайлы, ал егісті жерлері астыққа бай. Сол жерден ауыл құруды жөн көрген. Сонымен осы ауылды тұрғызу үшін орталықтан арнайы қаржы бөлініп, жұмыс осылайша басталып кетті. Сол 1964 жылдары қазағымыздың және де өзге де ұлт азаматтары ерінбестен тер төкті, ауыл ақсақалдары да ат салысты. Ал мал баққан азаматтар Айтжанның қыстауына және 8-ші қыстауына мал басында болды. Міне осылай Балықтыкөл совхозы өз құрылысын бастап, кейінгі жылдары тек қана аудан көлемінде ғана емес, тіпті облыс көлемінде де ең ірі совхоздардың қатарында болды. Осындай табиғи байлық ауыл тұрғындарының тіршілігін нығайта түскен. Сонымен қатар ауылымызда ерекше көше бар. Ерекшелігі сол мұнда 11 үй тұрғызған еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз қолымен тұрғызған. 1964 жылы Қарағанды политехникалық институтында оқып жүрген кезде бір топ студентпен екпінді құрылысқа қатысып, небәрі 2 айда тұтас кешенді салып шықты. Араға жарты ғасыр өтсе де бұл үйлердің күйі кетпеген. Сол жылдары ауыл ашылғанда көшенің аты политехникалық институт болса, 2000 жылы көшеге Нұрсұлтан Назарбаевтың аты берілді. Осы алғашқы 1964 жылдың қысына жаңадан жаз ішінде тұрғызылған 12 пәтерді жаңа совхоздың жаңа тұрғындары қоныстануда жас ел болып кетті. 1964 жылы ауыл аумағында Балықтыкөл кеңшары құрылды. Кеңшардың негізгі бағыты егін шаруашылығы мен мал өсіру болды. Кеңістік кезінде ауыл шаруашылығы дамып, мектеп, клуб, дүкен секілді инфрақұрылым қалыптасты. Елге еңбегі сіңген ұстаздар, механизаторлар мен еңбек адамдары осы жылдары өз ісіне адал қызмет етіп, ауылдың өркендеуіне үлес қосты. Ауыл әкімі болып сайланған көпшіл де ескір, қолынан іс келетін еті тірі азамат Уәлихан Сәлімбаевқа жұрты 20 жылдан үлкен сенім артып келді. Балықтыкөл негізгі мектебі 1966-1967 жылдары құрылды. Мектептің алғашқы директоры Бекішев Қайыржан Бекішұлы болған. Нұра ауданының Балықтыкөл орта мектебіне 24 жасында директор қызметіне тағайындалды. Ауылдың тарихи тек еңбекпен емес, ел қорғаған ерлердің ерлігі де айшықталады. Елімізді жаудан қорғаған, отан үшін от кешкен ұландар бұл ауылдан қаншама шықты. Олар біздің үш мәңгілік мақтаныш, жүрек төртінен орын алған батырлар. Ұлы отан соғыстан 1-ші дәрежелі орденмен марапатталғандар. Әбдікәрімов Дүйсеш, Әбдірахманов Төлеубек, Беков Жұмаш, Жұмаділден Исабек. Бүгінгі сол ардагерлердің бәрі ортамызда жоқ, бірақ олардың ерлігі мен есімі жүрегімізде. Балықтыкөл мектебінде орналасқан ескерткіш тақталар, көше атаулары олардың есімін ұлықтап, келешек ұрпақта өнеге етіп отыр. Балықтыкөл ауылының құрылғанына 2025 жылы табаны күректей 61 жыл толғалы отыр. Ірге тасы сонау 1964 жылы қаланған ауыл кеңес дәуірінде мал шаруашылығымен айналысқан іргелі шаруашылықтар бірі болатын. Балықтыкөл тек табиғатымен емес, елге үлгі болған азаматтармен де мақтана алады. Бұл ауылдан шыққан көптеген мұғалімдер, дәрігерлер, агрономдар, инженерлер мен қарапайым еңбек адамдары туған өлкесінің өркендеуіне адал қызмет етті. Ұстаздардың тәлім алып, үлкен өмірге
жолдама алған түлектер бүгін Қазақстанның түкпір-түкпірінде абыройлы еңбек етуде. Балықтыкөл үміт пен сенім мекені. Қазіргі таңда ауыл шағын ғана елді мекенде айналаса да, рухы биік, тұрғындары бірлігімен көзге түседі. Балықтыкөл негізгі мектебі білім мен тәрбие ордасы ретінде әлі де қызмет етіп келеді. Ауылдағы әр үйдің терезесінен үміт пен сенім сәулесі көрінеді. Тұрғындар ата кәсібін жалғастырып, туған жерде деген сүйіспеншіліктерін күнделікті еңбегімен көрсетіп жүр. Таңда ауылымызда қарқынды даму байқалады. Жаңа әлеуметтік нысандар бой көтеріп, тұрғындардың әл-ауқаты артып келеді. Халықтың бірлігі мен еңбекқорлығының арқасында ауылымыз көркейіп, заман талабына сай жаңарып жатыр. 2022 жылдың желтоқсан айында интернет желісі Картель Билайн жүйесі іске қосылды. Президенттің тапсырмасы бойынша шалғайда жатқан ауылды ауыз сумен қамтамасыз ету аясында біздің ауылымызда 2024 жылы ауыз сумен қамтамасыз етілді. Үйлерге су құбырлары тартылды. Сондай-ақ су мұнарасы орнатылды. Жергілікті тұрғындардың үшін аса маңыздысы 2025 жылдың 7 маусым айында заманауи медициналық пункт салтанатты түрде ашылмақшы. Ауылымызда имандылықтың нышаны ретінде жаңа мешіт салынуда. Бұл игі бастама ауыл тұрғындарының ауызбіршілігі мен ортақ мүдде деген жанашырлығын көрсетеді. Мешіт тек құлшылық ететін орын ғана емес, ұрпақты рухани тәрбиелеген мен адамгершілікке баулитын қасиетті орда болмақ. Жастар мен үлкендер осы жерде бас қосып, дін мен дәстүр сабақтасқанын жалғастырады деген сенім зор. Сақтау болашаққа жол мен өз өлкемнің тарихын біліп, оны құрметтеуге парыз санаймын. Балықтыкөл мен үшін жай ғана туған жерім емес, бабамның ізі қалған, болашаққа бастар жол сілтеген қасиетті мекен. Оның шежіресі менің рухани байлығым. Туған өлкеде деген махаббат, жүрекпен сезілетін сенім. Мен бұл сезімді мақтанышпен арқалап, болашақта да туған жеріме қызмет еткім келеді. Балықтыкөл ауылында халық тату-тәтті айрандай ұйып отыр. Бірін-бірін сыйлап, ынтымақ пен береке құшағында өмір кешіп жатыр. Бірлік бар жерде тірлік бар дегендей.